Қыш. Уа құдіретті Енесай, егер сенің тұңғиығыңа тау құлатса, бармақтай тас болып кете береді ғой. Саған 100 жасаған алып қарағай тастаса, оны сен жаққа құрлы көрмейсің. Енді міне адуын ағыс, айдаһар иін, мешкей тұңғиықтарына адамзаттың бүлдіршіндей 2 перзентін ертіп әкеліп тұрмын. Бұл екеуіне кең байтақ жер үстінде оймақтай орын табылмай тұр. Өзің білесің, оны саған несін айтайын, Енесай? Егер аспандағы жұлдыздар адамға айналса, олар зеңгір көкке сыймас еді. Егер судағы балық адамға айналса, шалқыған мұхит, шалқар теңіздерден орын таппай өзара қырылысар еді. Олардың саған несін айтайын? Бәрін менен жақсы білесің, Енесай. Мына 2 сәбиді құшағыңа тапсырдым. Бұлар мынау опасыз қатыгез дүниемен өзгеден қиянат көрмеген, өздері ешкімге қиянат жасамаған. Айла сұмдықтан бейхабар, жандары таза, арлары адал ақ періште кездерінде ақ қоштассын. Басқа пенде көрген қасіретті бұлар көрмесін. Басқа пенде жасаған күнәға бұлар батпасын. Өзің ал, өз бауырыңа тарт киелі, Енесай, деп ақсақ кемпір кішкентай ғана бала мен қызды Енесайға ағызбақшы болады.